Так, 30, 20, 10. Чотам тағда ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, менің сүйікті сүйкімді оқушыларым. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жалпы барлық именно процесті жеңілірек түсіну үшін бағытталған бір видео сабақ ретінде түсіріліп жатыр. Так, бүгінгі тақырыбымыз именно нароз биосинтезіне қатысты болады. Оның ішіндегі транскрипция және трансляция деген екі қызықты процестерді талқылайтын боламыз. Мұнда айтылып кеткендей. Так, жақсы. Жалпы біз транскрипция деген кезде, транскрипция дегеніміз ол қайда жүреді? Транскрипция бізде ядрода жүреді. Сида ядроның ішінде жүреді. Вот. Транскрипция ядроның ішінде жүреді. Сөйтіп, трансляция ол бізде цитоплазмада жүреді. Қазір бұны ашамыз, То есть, ядрода түзілген ақпараттық РНК жаңағы мынау саңылаулар арқылы сыртқа шығады цитоплазмада. И дәл сол цитоплазмада рибосомалық РНК мен өзара байланысып отырып, олар нароз биосинтезін бастайды, яғни трансляция процесі басталып кетеді. Дәл осы жалпы ұбт-да біз ядро туралы қандай ақпараттарды білеміз, Ядро ол бізде қос мембраналары органоид. Ядро ол бізде ДНК ақпарат сақталып отыратын, тұқым қуалау ақпараттар сақталып отыратын белгілі бір орын. Ядро барлық процестерге жауап береді және барлық процестерді бақылап, қадағалап отыратын мықты бір органоид. Дәл осы рибосомалық РНК дегеніміз ядрошықта түзіледі. Кітапқа сүйенетін болсақ та, былай ғылымнан қарастырсақ та, ядрошықтан рибосомалық РНК синтезделеді екен. Жалпы транскрипцияның кішігірім бір несі болсын, кішігірім бір, қалай түсіндірсем болады, кішігірім бір шаблон ретінде болсын, түсініп алу үшін не туралы сөйлейміз. Транскрипция дегеніміз ол мРНК синтезі. мРНК-ның синтезі. Яғни мРНК-ның синтезі бізде былай жүреді екен. ДНК ол бізде нуклеоплазмада жүреді. Нуклеоплазма дегеніміз не? Нуклеоплазма дегеніміз осы ядроны толықтырып отыратын сұйықтық. Нуклеоплазмада ДНК болады, барлық ақпараттар, хромосомалар осы нуклеоплазмада орналасқан екен. Вот. Енді мынау ДНК-мыз бар екен. ДНК-мыз өзі екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді дегенде екі тізбектен тұрады. Енді бұл оның ашылу механизмі бізде мынандай болады екен. Яғни ДНК ол қос тізбекті ғой, білеміз оны. Оның ашылуы ауыспалы конформациялық өзгеріс дейді. Яғни біздің ДНК-мыз өзінің тізбектерін сутектік байланыстарды әлсіздету арқылы, сутектік байланысты әлсіздетеді, яғни ақырын ашып босатады екен. Сутектік байланыстар әлсірейді, сол кезде ДНК қос тізбегі ақырындап ажырай бастайды екен. Бұл өзгерісі, жаңағы конформациясының өзгерісі, ДНК-ның түрінің өзгерісі, осылай аталады екен, ауыспалы конформациялық өзгеріс. Вот. Сутектік байланыстар ақырын ашылып босатылды екен. Енді бізде маңызды актордың бірі ол РНК полимераза болады. РНК полимеразаның қызметі неде? Мынаған сүйенетін болсақ, жалпы РНК-ның құрамында урацил орналасады. Ал жалпы Чаргов ережесі бойынша қалай? Екі сутектік байланыс тең тимин. Гуанин 3 сутектік байланыс тең цитозин. Мынау бізде Чаргов болады екен. Чаргов ережесі бойынша комплементарлық. Бірақ біз РНК-ның структурасын қарайтын болсақ, кішігірім айырмашылық бар екен. Молодцы. Тиминнің орнына урацил келеді екен. Вот. РНК полимеразаның дәл сол қызметі жаңағы ДНК матрицасындағы, матрица дегеніміз ол шаблон ғой. Мысалы біз строительдер не істейді бір, мысалы сіздер лего құрап жатсыздар, сол кезде мына жақта инструкция тұрады. Сіздер инструкцияны ашып қарайсыздар да, мынау мынандай болады деп құрайсыздар леголарыңызда. Былай. Леголарыңызды құрайсыздар. Вот. Дәл сол сияқты РНК полимераза матрицаға қарап, шаблонға қарап, тұқым қуалау ақпараты жинақталған шаблонға қарап, біздің
нуклеотидтерімізді орындарын ауыстырып, жақсы бір кішігірім энциклопедия шығарады екен. Енді транскрипция дегенді түсіну үшін, мысалы бір кішігірім дұғалар болады ғой, кириллизациямен жазылған. Олардың әріптері өзгергенімен смыслы өзгермейді. Яғни транскрипцияның смыслы осында, РНК өзінің тіліне аударып алады екен. Иә? Вот, РНК полимеразаның қызметі просто мыналарды аденин тең урацилға, то есть тименнің орнын ауыстыру. Урацилға. Сонда бізде аденин тең урацилы болады екен. Так, кеттік ал. Жалпы транскрипция дегеніміз, транскрипция өтетін жері, мынау өтіп жатқан жері бізде, мынаның өтіп жатқан жері бізде транскриптон деп аталады екен. Транскриптон, орны. Бізде, мысалы, бөлмелеріміз қалай бөлінеді? Мысалы, мынау үй болсын, мына жақта кухня болады, мына жақта зал болады, мына жақта санузел болады, мына жақта есік болсын деген сияқты ғой. Мысалы, вот, біз мысалы тамақты қайда пісіреміз? Дұрыс айтасыздар, кухняда пісіреміз или қазан ошақта дейміз? Кухня. Давайте осы транскриптон деген бөлікті кухня ретінде алайық. Транскриптон деген бөлікті. Вот. Жалпы транскрипция процесі өтетін жер транскриптон деп аталады екен. Енді жалпы айта кететін жайт, транскрипт деген ұғым болады. Транскрипт. Мысалы біз кухняда, мамаларымыз или біз, ет пісіреміз ғой. Мысалы, ет қайнайды, пісет, бір сағат өтеді. Бірақ ет пока что шикі. Но процесс жүріп жатыр ғой. Процесс жүріп жатыр. Особо қатты қиын емес. Вот, осы бір сағат өтіп жатқан кездегі шикі ет, ол транскрипт деп аталады екен. Біз пока ет асылып біткен жоқ қой. Еттер қанша сағат қайнайды? Білмеймін, мен точно білмеймін. Примерно 5 сағат қайнауы мүмкін. Вот, соған дейінгі шикі ет, бірақ енді пісіп жатқан ет бізде транскрипт деп аталады. Транскрипт. Әлі дайын емес моделі. Әлі дайын емес. Оған әлі реттеу керек, оны обновлять ету керек деген сияқты, әлі дайын емес. Транскрипт деген ұғым сол черновик, немесе қайтадан реттеу керек, доделывать ету керек, копия болады екен. Енді, мына жаққа пока келмейміз, пре-МРНК қазір ораламыз, мынаны есте сақтаймыз. Посттранскрипциялық модификациялау. Ол дегеніміз өңдеу, досконально өңдеу. Қазір айтамыз. Жалпы транскрипцияның өзі бізде 3 бөлімнен тұрады екен, инициация, элонгация және терминация деген сияқты. Вот осындай 3 бөлімнен тұрады екен. 3 бөлімнен тұрады екен. Енді жігіттер, қыздар, шатаспаймыз. Всегда транскрипция нәрөз факторлары, тата-бокс, бұл екі бөлек құрылым болады. Мына жақта көріп отқанымыздай. Мынау нәрөз, мынау тата-бокс. Дәл осы екі құрылым өзара қосылады да бітеді екен. Екеуі қосылады да бір кішігірім бір импульс жасайды. Импульс жасаған кезде былай істейді олар. РНК полимераза, кесиш родной деп шақырып алады. Сөйтіп, РНК полимераза барады екен. Бұлар қосылып, РНК полимераза. Мына екеуі жалпы промоторлар болады. Бастаушылар. Промотор дегеніміз реакцияның бастауы. Шатасып кеткен сияқты, қайтадан айтайын. Давайте ғылыми түрде айтсайықшы. Біздің транскрипция нәрөзі факторларымыз тата-бокс екеуі бірге қосылып, бір импульс жасайды.
сол импульс РНК полимеразаның ДНК тізбегіне жақындауын, міне осылай жақындауына септігін тигізеді екен. РНК полимераза жақындайды. Осы нәрсенен жақындайды. Жақындайды. Жалпы жақындаған кезде бұл бізе промоторға жақындайды. Мына екі бөлімге, особенно промотордағы тата-боксқа жақындайды. Тата-боксқа жақындайды екен. Осылай жақындап бір кішігірім тізбек құрады. Мына аналогия не үшін келтірді? Кинода көреміз, барлығымызға таныс, барлығымыз білеміз. Мысалы, НЛО болса, олар кімді? Сиырды жоғары қарай көтереді екен. Давайте біздің сиырымыз тізбек болсын, ал НЛО-мыз РНК полимераза болсын. Дәл осылай РНК полимераза тізбекті бойлай қозғалады да, мына жақтан бойлап қозғалып жатқан кезде одновременно РНК шығады екен. Ақпараттық РНК шығады екен. Ақпаратты РНК ол ұзара береді. Ақпаратты РНК ұзарады. Қараңыздар. Былай қозғалады, бойлай қозғалады да, жақындайды конечный точкаға. Терминаторға кетті, терминатор айтады: стоп, мне неприятно дейді, тоқтатады РНК полимеразаны. То есть стоп деген команданы береді терминатор. Тоқтайды сонымен реакция. Мынау сиырды жоғары қарай көтереді да, и НЛО арқылы ақырындап көтеріледі. Солай ақырын реттеп кете береді. РНК полимеразаның қызметін жаңа айттық қой. Не істейді? Аденин тең урацил етіп, теменің орын урацилға ауыстырады екен. Все. ДНК ашылады, енді реакция басталып жатады. Мынау біздің инициациямыз. ДНК ашылады, и РНК полимераза жақындап промотормен екеуі реакциялары басталады екен. Осы инициация. Енді кішкене қиындайды, но өте жеңіл болады. Элонгация. Элонгация дегеніміз ол ұзару. То есть long деген сөз бар ағылшындағы. Ұзын деген сияқты. Elongation деген сөзден шыққан, ұзару дегеннен. Енді ұзартып жатқан өнім, жаңа айтылды ғой, мұнда ұзартылып жатқан mRNK бізде бірден mRNK болып шықпайды екен. Бұл бізде pre-mRNK болып шығады екен. Разницасы осында. Бізде жаңағы ас үйде дегендегідей, міне, біздің ас үйде дегендегідей шикі етіміз пайда болып жатыр. Әлі пока что шикі бұл. Шикі нәрсені біз не деп айтамыз? Молодцы. Транскрипт деп айтамыз. Шикі нәрсені транскрипт деп айтамыз. Осылай ақырын қозғалады екен. Түсінікті ғой да? Ұзарып жатыр. Біздің тізбегіміз, мынау, mRNK-мыз ұзарып жатыр. Значит, біздің тамағымыз әлі пісіп жатыр. Оны ары қарай пісіру керек дейді екен. Енді бұл созыла береді, и мына жаққа келген кезде тоқтайды. Бұл процесс терминация деп аталады. Яғни процестің аяқталуы. Инициация, шатастырмаймыз. Инициация ол басталуы. Реакцияның басталуы. Енді РНК полимераза терминаторға кеп, стоп, мне неприятно деп тоқтатады. Екен. Сол кезде бізде РНК полимеразамыз ақырын босатылады, РНК полимераза ұшып кетеді. Сонда бізде mRNK pre-A РНК деп айтайықшы. Pre-A РНК бізде босатылады екен. Босатылады дегенде өзі қалып қояды. Қалады. РНК тізбегі қалып қояды. Міне, pre-mRNK пайда болды. Сөйтіп, pre-mRNK-ның құрылысы мынандай болып тұр екен. Басында бұған 5 кеп деген қосылады да, и 5 кеппен ары қарай жалғасады екен. Енді pre-mRNK бізде сырой продукт болған соң, шикі. Сырой дегенде транскрипт деп айтайық. Транскрипт. Бұл әлі шикі, достар. Шикі. Дәл осы 5 кеп и pre-mRNK-ның құрылысында бізде
интрондар және экзондар болады екен. Жалпы кітапта қиындатылып айтылғанымен, экзон дегеніміз ол маңызды деген, прям супер маңызды деген информациялар. Ал интрондар ол маңызды емес, яғни ақпаратсыз бөліктер. Маңызды емес. Былай ғой, мысалы, экзон дегеніміз ол тек сіздің ғана өмір баяныңыз болуы мүмкін да. Ал интрон деген ол, мысалы, қалай түсіндірсек болады, Зағипаның немересінің шөбересі балалы болды деген информация бізге керек емес. Ондай информация керек емес. Бізге өзіміздікі маңызды. Өзіміздікі деген экзон. Жоқ, безусловно, бүкіл сіздердің информацияларыңыз ол сіздердікі. Просто аналогия өте жеңіл түсінікті болу үшін айтылып жатыр. Енді жаңағы интрондар алынып тасталу керек. Бұл процесс бізде сплайсинг деп аталады. Сплайсинг. Мысалы, бір егер кухнядағы бір терминологияларыңыз болса, сплайсинг дегеніміз ол бөлшектеу. Бөлшектеу. Нарезать на сплайсы дейді ғой, сплайсы дейді ғой. Тура сол, мысалы, картошка дейікші, бөлген кезде картошканы нарезать на сплайсы деп айтады. Сплайсинг деген сол. Интрондарды алып тастау процесі сплайсинг деп аталады. Интрондар алып тасталады. Бұлар алып тасталғаннан кейін қайда кетеді? Бір қажеттілікке кетеді. Егер ағзаға басқа бір элементтер жетіспей жатса, басқа бір РНК құрылымдарына қажет болып жатса, интрондардың энергиясы қажеттілікке жұмсалады. Или шығарылады, или қорытылып кетеді. Интрондар құр босқа шығып кетпейді дегенді дәлелдей алдық қой. Енді бұл нәрсенің барлығын алып тастағаннан кейін интрондар алып тасталды. Бізде таза экзондар ғана қалған тізбек тұр. Уже мұнда таза 100% информация. Мынаны шатастырмаймыз, бес-кэп гуанозин қалдығы бізде изначально болады. Бірінші сатыда. Ал сплайсинг екінші сатыда. Кеттік ал. Сөйтіп, біз сплайсингтен кейін бос орындар қалып қойды екен. Дәл осы бос орындарды толтыру керек қой. Но біздің ағзамыз, жалпы эукариоттарда бір өте ерекше бір процесс бар екен. Ол эндонуклеазды ыдырау. Бұған как факт ретінде қараңыздар. То есть біздің нуклеотидтеріміз рибонуклеаза ферменттері арқылы ыдырап кетеді. Ыдыратады, осы нуклеотидтерді. Артық заттарды, яғни тізбекті ыдыратады. Сөйтіп, артық тізбек ыдырағаннан кейін, біздің ферменттер әсер еткеннен кейін, экзондарға біздің полиаденилдену реакциясы жүреді екен. Полиаденилдену деген ол бірнеше аденин бар ғой. Солардың мына құйрыққа келіп жабысуы. Осы құйрықты біз осы себепті полиаденилді 3 деп атайды екенбіз. Сонда біздің құрылысымызда жаңадан бір құрылым пайда болды ғой. 3-кэп поли-А деген. Все, транскрипция деген осы. Мынаны ұмытпаймыз, транскрипция 5 элементі.
жаңа түсіндіргендей біз мысалы бір инструкциямыз болады. Инструкция болады. Біз инструкцияға қарап лего құрайсыздар ғой. Тура лего құраған кезде немесе Майнкрафт ойнаған кезде, бұл сіздердің инструкцияларыңыз. Инструкцияларыңыз сіздердің. Бұл жалпы матрицаға келген кезде мына жақта айтылғандай өсуші тізбек болады. Мынау өсіп жатыр. Пре-МРНК өсіп жатыр. Өсуші тізбек РНК. Қараңыздар. Өсуші тізбек РНК. То есть сіздер инструкцияға қарап легоны құрап жатсыздар ғой, мысалы бір домик болсын, Сіздер домик құрап жатсыздар. Домик құрап жатсыздар ғой. Сіздердің өсіп келе жатқан сарайларыңыз. Бұл сарайларыңыз сіздердің өсіп келе жатқан. Бұл сіздердің өсіп келе жатқан тізбектеріңіз. РНК. Енді бұл үйді құрау үшін сіздерге кирпичик керек, кубиктар керек, кубиктар немесе легоның конструктор керек. Ол сіздерде уже субстрат нуклеотидтер болады екен. Жаңағы урацил, гуанин, цитозин, тимин деген сияқты субстрат нуклеотидтеріңіз керек болады. Нуклеотидтеріңіз керек болады. Енді сіздер бұл нәрсеге қарайсыздар. Мынау көз деп қарайсаңыздар. Мынау көз. Сіздер ойланасыздар. Мынау ми болсын. Сіздер ойланасыздар. Сіздер определенный бір энергияны құртасыздар бұған. Не болды мынау? Бір энергияны құртасыздар бұл нәрсе үшін. Дәл осы сіздердің энергияларыңыз ретінде мынау АТФ, УТФ, КТФ, ЦТФ деген энергияларыңыз құртылады екен. И сіздердің осы конструкторды ұстап жатқан қолдарыңыз, сіздердің қолдарыңыз, ол сіздердің ферменттеріңіз. Фермент. РНК полимеразаларыңыз және транскрипті нарозды факторлар. Жалпы айтылатын принциптер тек осы бесеуі. Комплементарлық Чаргов ережесі бойынша. Аденин тең урацил, гуанин тең цитозин. Антипараллелдік деген, мысалы, мына жақта 5 кэп болса, мына жақта 3 кэп болады. И мынау арғы тізбекте, именно құралып жатқан тізбекте бізде 5 кэп және 3 кэп болады. Мысалы, сіздер 11-ші ә болып 10-шы г мен параллель болмайсыздар ғой. Параллель емес. Екі бөлек әлем да. Екі бөлек әлем. Бұлар параллель болмайды. Яғни антипараллель болады. Егер 3 кэп пен 3 кэп түс қалса, онда бізде ДНК-ның немесе РНК-ның құрылымдары қате болады. Яғни мутация. Мутация немесе мүлде болмайды тіршілік. Антипараллелдік деген осы. Кеттік ау. Асимметриялық ДНК-да, ДНК-ның тізбегінде не болды? Былай істейікші. Болмады ма? Болмай қалды ғой. Болмай қалды оны. Мына жақта кодтау и қорғаушы тізбектер болады екен. Бұл жаңағы именно транскрипция процесіне дейінгі ДНК құрылысындағы асимметриялық болады. Асимметриясы. Кодтаушы и қорғаушы болып екіге бөлініп кетеді екен. Асимметрия деген осы. Екеуінің, мысалы, біздің бет әлпетіміздің асимметриясы деген сияқты кішігірім құрылыстар болады екен. РНК полимеразаға праймер керек емес. Праймер деген ол дайын кусочек па, дайын кусок.
ол бізге қажет емес неде РНК полимеразада. Так, осы. Так, мына жақты конспектке жазыңыздар. Мынау керек болады, мынау керек болады. Униполярлық деген тек бір тізбек. Жаңа РНК-ның тізбегі. Асимметриялық ДНК-да РНК полимераза праймер керек емес деген сияқтылар. Все, осымен вроде бы бітті. Қатты қиын емес, Қатты қиын емес қой. Енді келесі сабақта трансляцияны өтеміз.